Саған осы видео тап болса, демек Алла қалады. Яғни сені Алла осыны естуіңді қалады. Өмірде бәрі бекерден болды десең, сен қателесесің. Барлығы бекерден болып жатқан жоқ. Адамдармен қарым-қатынасың, шешілмей жатқан сұрақтарың, проблемаларың, не бір нәрсені дұрыс жасамадым деп ойласаң, осының бәрі бекерден бекер болып жатқан жоқ. Бұның бәрі сізге ауыртпалық әкелсе де, сен өзіңнен өткізуің керек болды. Кейбір адамдар саған көмектессін, бағыт-бағдар берсін, бірақ сен оны өзіңнен өткізбей, еш уақытта түсінбейсің. Жаман адамдар өмірде ауыртпалық әкелсе де, сізді осы өмірде сол қателікті қайталамасын деп дұрыс адамды табуды үйретіп жатыр. Қара түнексіз біз жарықты білмейміз. Алла сенің білуіңді қалады. Өзіңді рақымды, мейірімді екенін, жалғыз сені қалдырмайтынын, сен оған мұқтаж екеніңді білсін деп Алла сені панасына алып тұр. Ол сенің қайғыңды естіп тұр. Ол сені көріп те тұр. Ол үндемей тұрған жоқ. Ол сенің дауысыңды естігісі кеп тұр. Ал сен қашан Алламен қашан сөйлестің? Алладан қашан сұрадың? Алламен қашан тілдестің? Ұзақ уақыттан бері Алла саған жауап бермей тұр деген болсаң, Алла сенің дауысыңды естігісі келіп тұр. Сенің оған қол жайғаныңды күтіп тұр. Егер сен қандайда бір қиыншылықта болып, шығар жол таппай тұрған болсаң, адамдармен қарым-қатынасың болсын, қаржылай болсын, қандайда бір көмек керек болып тұрса, көмек ретінде тегін сабақтарды мен саған ұсынар едім. Бұл тегін сабақтарда сен қаржылай сауаттылығыңды арттырып, тұлға болып дамуыңа септігін тигізеді. Сонымен қатар тұрақты табыс әкелетін мықты табыс көзін, кәсіпті үйретеді. Осы видеоға тегін сабақ деп қалдырыңыз, немесе менің жекеме өз WhatsApp номеріңізді қалдыра кетіңіз. Осы видеоны сақтап алыңыз, тіркеліп алыңыз, лайк басыңыз, жақындарыңызға тарата кетіңіз.